Қайырлы күн, кітап сүйер қауым. Біз Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан академиясының курсанттары Тілес Нұралихан, Тастанбек Ержігіт, назарларыңызға тілдік дайындық кафедрасының аға оқытушысы Венера Уәлиасқызының жетекшілігімен оқыған шығармашылығы мен өмірі қазақ халқымен тығыз байланысты 20-нан астам шығармасы экрандалып, басқа да көптеген шығармалар сахнада ойналған қоғам және мемлекет қайраткері, Қырғызстанның халық жазушысы Шыңғыс Айтматовтың «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» туындысын ұсынамыз. Шыңғыс Айтматовтың шығармашылығы мен өмірі қазақ халқымен тығыз байланысты. Жазушының өзі қазақ ауылымен іргелес қоныстас жерде туып өскен. Әкесі 1938 жылы халық жауы ретінде атылып кеткен Төреқұл Айтматов Тұрар Рысқұловтың тікелей тәрбиесін көрген шәкірті болған. Аспалы көпір, Жәмила, Найман ана, алғашқы ұстаз, қош бол Гүлсары, Жанпида, Боранды бекет романдары жарық көрді. Қалтай Мұхамеджановпен бірге жазылған Көктөбедегі кездесу спектаклі көптеген елдердің театр сахналарында қойылды. Әйгілі жазушы Шыңғыс Айтматовтың туындысы «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» ата-баба дәстүрін, ұрпақтар сабақтастығын сақтауға үндейді. Әйгілі жазушы Шыңғыс Айтматовтың желесі бойынша бір әулеттің 4 ер азаматы қайықпен ашық теңізге аңға шығады да қою тұман арасында жолдан адасады. Әбден шөл қысып, әлдері құрып, ындыны кепкен ересек үшеуі құтыдағы соңғы бір тамшы суды өздерімен ере шыққан жас балаға қалдырып, бірінің ізінен бірі ақырғы сапарға аттанады. Өмірлерін ұрпақ жалғасы үшін қияды. Қайыққа мініп, теңізге шыққан төртеу, көкжиекке қарай көзі сығырайған, сақал-мұрты бурыл тартқан шал. Еске кескен ағайынды екі жігіт, өмірдің не екенін, өлімнің қатерін онша біле қоймайтын жасөспірім бала. 3 ұрпақ, бір тағдыр. Көзге түссе көрінгісіз көк тұман, тентек толқын, өмір мен өлімді таразыға салған сәт туды. Үлкен сапарға қуана шыққан төртеу кесапатқа тап болды. Соңғы бір жұтым суға шал да, оның 2 қолы да қол сұқпады. Тіршілік тамшысы немереге бұйырды. Ұрпақ жалғасатын сәт деген осы. Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет хикаятында адамның дүлей табиғатпен жанкешті арпалысы, сол сұрапыл үстінде кейіпкерлердің түрлі мінез қырлары шебер суреттеледі. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Әлем әдебиетінің жақсы үлгілерін бойына сіңірген, жазу шеберлігі жоғары, тақырыптық идеялық мән мазмұны жағынан адамдық құнды қасиеттерін асқақ жырлайтын Шыңғыс Айтматов шығармаларының көркемдік бәсін жоғалтпай қазақ оқырмандарына жеткізуде. Жазушы Шерхан Мұртазаның аудармашылық еңбегінің орны ерекше. Ойымызды автордың «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» повесінің қазақ тіліне аударылуы негізінде өрбітелік. Повестің оқырманға байқалатын бірінші әсері бейтаныс өлкенің, ондағы сібірлік Ниф тайпасы тұрмыс тіршілігінің, дүниетанымы мен салт дәстүрінің көркем суреттелуі. Автор жергілікті халықтың аңыз әпсанасын, теңізбен байланысы аңшылық жорығын, оған қатысты ескі түсінік сенімін, өмір сүруге құштар қажыр қайраты мен философиясын, бірде Орген қарттың терген толғанысымен, бірде Кириск баланың қиял ғажайыпқа сенгіш, таза да аңғал көңілмен береді. Шығармада онша көп сөйлемесе де, ішкі қайраты мен мықтылығымен көрінетін баланың әкесі Эмрайын, ағасы Мулгунда, мінез бітімі тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын кейіпкерлер болғанымен, сібірлік Ниф халқы туралы оқырман түсінігін толықтыра түсетін өзіндік көркемдік жүк арқалаған айқын образы. Жалпы Шыңғыс Айтматов шығармашылығындағы үлкен бір өзіндік ерекшелік халықтың аңыз желілерін ұтымды пайдалана білуі. Бұл аңыздық желілер туындыда суреттеліп отырған халықтың тарихынан, дүниетанымынан, тіршілік кәсібінен, табиғи ортасынан бір жағынан оқырманның мол хабарын беретін болса, сонымен қатар шығарма идеясының әсерлі жетуі мен ашылуына көркемдік қызмет жасайды. Біздің байқағанымызда Шыңғыс Айтматов туындыларында ірі характерлердің шайқасы, ірі тартыстарды талап етеді. Осы сипат теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет
пьесасынан де көрінген. Кейіпкерлер ұзақ теңізде жүзіп, кіші аралға жетіп, Кириск баланың бірінші аңшылығынан соң орта аралға бет алғанда, аяқ астынан қалың тұман түсіп, алып толқындар көтеріліп, қайықшылар өз бағытынан адасады. Қайықшылар басындағы қиындық осылай басталады. Повесте осы ретте алдымен жойқын дауылға тап болып, алып толқындармен жанкешті арпалысқан қайықтағы аңшылардың халі бірте-бірте күрделене береді. Жойқын дауылдың соңы көзге түртсе көргісіз қалың тұманға ұласады. Аңшылар бағыттан жаңылады. Албастыдай басқан қалың тұман бірнеше күн мен түн айықпастан тұмшалап тұрып алған. Алдындағы жойқын дауылда су құйыла бастаған қайықтың батып кетуінен қорыққан қайықшылар бар затты теңізге атқан. Енді міне қалың тұманда аштық пен шөл оларды екі жақтан қысымға алады. Жазушы қатерлі сәттегі кейіпкерлердің психологиясын өте әсерлі және шынайы суреттейді. Автор кейіпкерлердің осындай сұрапыл өмір талқысына әкеліп тірейді. Кеспектің түбіндегі борсыған су да азайып барады. Су өмір. Алдымен аштық пен шөлден әбден қалжыраған Орган қарт есінен алжаспай тұрғанда қараңғы түнде өзін суға аттанады. Одан соң аштық пен шөлге шыдамаған аласұрып жанталасқан Молган өзін де суға ағызады. Орган қарт өзін өлімге байларды, тағдырдың салғанына көнбестік танытып, өзінің өлімі өзгелерді аман сақтап қалудың жолы екенін жан дүниесімен терең түсінсе, Молганның бұл дүниемен қоштасуы, өзін өзі өлімге байлауы аса ауыр жағдайда өтеді. Ал амалсыз өзін өлімге, бұрын қасындағы баласын келешек жайын, тағдырын ойлайды. Аса қиын азапты басынан өткереді. Өздерін теңізден жаралғанбыз деп сүйсінетін олар, денелерін теңізге атуға бейіл болса, Эмрайынның соңғы тілек өтініші баланың өзін теңізге атпауына тіреледі. Әлде бір үміт пен күдік жанын қинайды. Бұл кездегі баланың халі, жан дүниесімен тілек өтініші өзгеше суреттелген. Тек жалбарынысқа толы көк тышқан туралы аңыз қалжыраған дан дүниесін билеп алған. Көк тышқан-ау, бізге су бер. Көк тышқан-ау, бізге су бер деп жалбарынады. Ақырғы тілегі Тәңірінің құлағына шалынса деп қайта-қайта айтады. Оның үлкендері бірінен соң бірін жоғалтуы да жанына ауыр тиеді. Автор оқырманның осындай қиын психологиялық сәтпен шегендеп алады. Оқырман демін ішінен алып, қалтыранып, дірілденіп отырып оқитыны сөзсіз. Повестің эмоциялық эстетикалық әсері бұл тұста жақсы берілген. Бұл пәнидегі адам мен жалғанның опасыздығын ойланады. Таусылмастай көрінген қызылды-жасылды дүние бір сәтте бір дәннің қауызына сыйып, көзден мәңгілікке бұлбұлша ұшуы мүмкін. Мүмкін емес-ау, рас. Кім-кімде, қай пенде болмасын, дүниені жалпағынан басқан байда, қатардағы пенде де, қатыгез адамда, данышпан да, сондай заман қырда пендеге тиянақ болатын бір ой бола ма? Өлер алдында да өз ертеңгі аңызынан мәңгілікке айырылып қалғысы келмеген, бәлкім. Орган қарт бақытты болар. Бұл түйіннің шешуі оңай емес. Бұл түйін повесте де шешілмей, сол күрделі қалпында қалады. Повестегі мәңгілік идея ұрпақ жалғастығы. Қандай қиындықта болсын, Кириск баланың ғайыптан ғайып аман қалуында өмірлік символдық мән бар. Өлер алдында Кириск баланың бойындағы аңшылыққа тән барлық қасиетті, төзімділікті Орган қарт таныған. Егер де ол осы кесапаттан аман қалса, оның түптің түбінде мықты аңшы болатынына сенген. Ал мықты аңшы болып жорыққа шығатын болса, өздерінің рухы әрдайым осы баламен бірге жасайтынына Орган қарт сенген. Повестің күрделі идеялық түйіні мен сауалы да осында деп білеміз. Шығарманың қазақ оқырмандарына ішкі қуаты мен көркем әуезімен жетуінде жазушы Шерхан Мұртазаның тамаша аудармашылық шеберлігі мен жазушылық дарыны, қоса қабат қызмет жасаған қазақ тілінің ішкі әуезін, тіл байлығы мен сұлулығын терең сезінген Шерхан Мұртаза, Шыңғыс Айтматовтың теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет повесін қазақ тіліне жатық
көркем аударуының белгісі сол. Қазақ оқырмандары бұл шығарманы аударма деп емес, өз тілінде жазылған көркем туынды деп қабылдайды. Повестің көркем де жеңіл оқылуы, ішкі ырғағы мен кей тұстарда өрістеп кететін романтикалық әуен сазы жақсы сақталған. Шыңғыс Айтматовтың жазу мәнерін, ырғағын бұзбай, көркемдігін сақтап, қазақ оқырмандарына әдемі жеткізуі Шерхан Мұртазаның қаламының құдіреті деп білеміз. Сәлемдегі дыбыс үндестіктері мен қайталаулар, сөздің үйлесімін тауып орынды пайдалану, бір сөзге байланып қалмай, синонимдік қолданыстар еркіндігі аудармаға көрік берген. Бұл тұста біз орыс тілінде мәтін мен қазақ тіліндегі мәтінді салыстыруды міндетімізге алып отырған жоқпыз. Бірақ осы жағын аударманың өзінде дүние әлемнің бозала таңында титтей тозаң, оппа түнек тәрізді тың қолданыстар кездеседі. Түйінде айтқанда, жазушы Шерхан Мұртазаның Шыңғыс Айтматовтың теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет повесі қазақ тіліне аударуы жатықта әсерлі шыққан, ұзақ құрылымды келтірген. Шығарма кібіртіксіз, еркін оқылады. Автор құдды өз шығармасын қазақ тілінде жазғандай. Бұл жазушы Шерхан Мұртазаның аударма өнеріндегі қалыптасқан жоғарғы шеберлігінің көрінісі деп білеміз. Біз ұлы жазушы тереңіне бас қойғанымызбен тек қана сол тереңнен дәм татты қой деп ойлаймыз. Сол себептен оқудан, білімге ұмтылушылықтан, ізденуден жалықпайық. Ата-баба дәстүрін, ұрпақтар мен сабақтастығын сақтауға үндейтін бұл туындыны біз оқып шықтық. Ендігі кезек сіздерде оқуға кеңес береміз. Назарларыңызға рахмет.